Саламатсыздар ма? Қашықтықтан оқыту жүйесін бастай отырып, бүгінгі сурет сабағымызда емтихандық жұмыс пішіні жағынан геометриялық денелерге жақын натюрморттың жұмысын бастаймыз. Алғашқы сабақ бұл for эскиз, яғни жоба сурет салу. Бізге қажетті құралдар: А5 көлеміндегі қағаз, жай қарындаш, өшіргіш. Жұмысқа кірісейік. For эскиз бұл натюрморттың түпнұсқа жұмысының алдындағы дайындық кезеңі. Яғни біздер бүгінгі натюрморттың түпнұсқа жұмысының алдында дайындық жұмыстарын жүргіземіз. Натюрмортымызға қарасақ, біздерде бұл тұрмыстық заттардан құралған құмыра, шыны аяқты ыдыс, металл және көкөніс, пияз. Сонымен қатар екі мата жиырықтарымен қойылған. Бұл біріншісі өңі қанық мата және екіншісі өңі ашық өңді төселген мата. Алдымен for эскизде біздер заттардың пішінін қарай отырып, яғни бірінші кезең қағаз көлемінде дұрыс жүйелі орналастыру. Ол үшін компоновка, яғни орналастыру үшін біздер натюрморттың оң жақ, сол жақ, жоғарғы, төменгі бөліктерінен дұрыс орынды анықтаймыз. Жоғарғы бөліктен сәл жоғарырақ, төменгі бөліктен әрқашанда көбірек орын аламыз. Жай ғана тек қағазға қарындаштармен белгілік сызықтармен белгі жасақтаймыз. Натюрморттың оң жақ, сол жақ бөліктері. Екі жақ, оң жақ, сол жағынан тең орында қағаз көлемінде көрсетеміз. Әрі қарай заттардың пішінін салыстырамыз. Қандай зат үлкен, қандай зат кіші, қандай зат қандай геометриялық денелерге ұқсайды. Заттардың пішіндерін анықтай отырып, біздер жобаның сыртқы сұлбасын қағаз бетінде бастап белгілеп қоюымызға болады. Яғни бұл ең ірі зат біздерде құмыра, онан кейін шыны және пішіні дөңгелекке сәйкес бұл жуа. Жоғары бөлікте құмыра орналасуы мүмкін. Сәл төменірек шыны-аяқ. Сол жақ бөлігінде пияздың орны, яғни біздің жуамыз. Әрі қарата заттардың конструкциялық құрылымын, яғни сызықтық құрастырмалы құрылымына көшеміз. Ендігі кезек сызықтық құрастырмалы бейнелеу. Бұл натюрморттың әр заттарының өзінің құрылыстарын салу. Алайда құрастырмасы бұрын біздер натюрмортқа тағы зер салып қарап, оның көлемдері мен пішіндерін, заттардың арақатынасын өлшеп жібереміз. Яғни көз мөлшерімен өлшейміз. Менің көру нүктемнен байқалып тұрғандай, ең ірі зат біздерде құмыра және шыны-аяқты құмыраға сәйкестендіріп өлшеп көремін, биіктігін салып. Яғни шыны-аяқтың биіктігін аламын да құмыраның табанына салып, негізгі деңгейіне, биіктігіне салыстырмалы өлшеп көремін. Біреу, екеу, үш, яғни үшке жетпей, 2,5 сәйкес көлемінде келеді. Пиязды өлшеп көремін. 1, 2, 3. Яғни құмыраның деңгейіне пияздың 3 деңгейі 3 сәйкес келген. Сондықтан міне қарап отырсақ, шыны-аяқтың көлемі 1, 2, 3. Жоғарыда 2,5 сәйкестікке сәйкес келеді, биіктікке жоғары. Және пияздың көлемі өлшеп отырып, 1, 2, 3 деңгейге сәйкес келеді биіктігіне. Заттардың пішінін құрастырған кезде, яғни сыртқы пішінін, төртбұрышты пішінмен жобалаймыз. Әрі қарата сызықтық құрастырмалы бөлікте бұның әрбір заттың өзінің осьтік негізгі сызықтары бар. Оны қағаздың жиектерінен тексере отырып, қағаздың жиек көлемін тексере отырып, тік сызықтарды құрастырамыз орта деңгейде. Тік сызықтарды құрастырамыз және натюрморттағы құмыраның енді жерін анықтаймыз.
енді жер қандай затта, енді жері қай сәйкестігі, ені менен биіктігін өлшей отырып, құмыраның ең көлемді енді жерін анықтауымыз керек. 1, 2. Биіктіктің орта деңгейінен құмыраның енді бөлігі сәйкес болады. Осы тұста енді бөлігі. Және заттың сыртқы сұлбасын пішінін сызамыз. Қандай геометриялық денелерге ұқсайды? Мысалға, бұл жуар шар пішінді, шынаяқ цилиндр сәйкес, және құмыраның мойны конус пішінді болып келеді, денесі жалпақ овал пішінді формада, яғни төңкерілген конус пішінде болады. Мойынға дейінгі бөлік, тағы да қиылған конусты бөлігі болады, және табан. Шынаяқ геометриялық цилиндрдің пішініне ұқсайды, және біздің пиязымыз басы конус пішіндегі, денесі шар тәрізді осындай көлемге сәйкес келеді. Бұл біздің заттардың сыртқы сұлбасы. Әрі қарай заттардың бөліктеріне, яғни әрбір заттың құрастырма бөлігіне кіріссек. Қарап отырсақ, біздің құмырамыз бен шынаяғымыз айналмалы денелер, яғни құмырада ұстағыш ручкасы жоқ. Бұл айналдырған кезде осы заттан барлық қабырғалар тең айналады. Ал шынаяқта тек қана бізде денесі айналмалы болғанмен, тек бізде бір ескертетін жайт, оның ұстағыш ручкасы бар, яғни тіркегіші бар. Сондықтан оның тіркегіші әрбір көру нүктесіне байланысты өзгеріп отырады. Ендігі кезек пішіндерін анықтап болсақ, оны тағы да бір сәйкестіріп өздеріңіз отырған орнына өлшеп жібереміз. Заттармен бір-бірін байланыстырып, яғни арақатынастар тағы бір салыстырып жібереміз. Әрі қарата натюрморттағы заттардың пішінін құрастырып болғаннан кейін, енді біздерде жазықтықтың көлемін белгілеуіміз керек. Яғни бірінші алдыңғы қатардағы қиылыс, бұл көлденең келген одан пияздан төмен, және көлденең жазықтық пен тік жазықтықтың келісқан жері, бұл ақ бөлігіндегі құмыраның табанынан әрірек жоғарырақ сызамыз. Осы тұста болуы мүмкін. Оны қарындашпен визирді, яғни көлемді өлшеп арқылы табуға болады. Салыстырып, көз жобамен заттарға байланысты. Мінекей біздер жазықтықтың бөлінген белгілерін анықтадық. Яғни тік жазықтық, көлденең жазықтық және алдыңғы қатар. Келесі кезек бұл заттардың айналмалы денелі заттардың эллипстерін құрастыру. Эллипс деген бұл дөңгелек пішіндегі шеңбер. Сіздер білесіздер, эллипстер төменнен жоғары қарата қысқара береді, немесе жоғарыдан төмен қарата ені кеңейе береді. Сондықтан біздер ең енді эллипс бұл құмыраның табанының бөлігі. Яғни эллипстерді анықтау үшін қандай тең көлденең сызықты екі жағынан сәл ортадан алдыңғы табанына қараған тең ортаның бөлігін сәл жоғары нүктеден алып, кішкене бір 2-3 мм эллипстің көлденең сызықтарын белгілейміз. Яғни алдыңғы қатар более көп деңгейде ашық болады, әрі қарата қысыңқы болып келеді мына тұстары. Келесі эллипс бұл құмыраның енді жері, яғни табанға қарағанда сәл ен жерлері азаяды. Мойны және
ернеуі құмыраның. Дәл сол сияқты шын аяқтың да эллипстерін анықтаймыз. Бұның да табан жақтары енділеу болып, мойынды ернеуі жағындағы эллипстер сәл арасы қысыңқы болып келеді. Міндетті түрде эллипстердің тек қана осьтік сызық бояулары, ана осьтік сызықтың тіркескен жерлері тиіп тұру керек. Жуада да дәл сондай пиязда біздің эллипсімізді, бұл яғни мана айтылған конус сияқты пішіннің бойында және шар пішінді бөліп жатқан екі денені сәйкестігінде эллипс көруге болады. Әрі қарата заттардың жарықтың әсерінен түскен көлеңкелерді белгілейміз. Яғни түспе көлеңкелерді. Біздерге қарап отырсаңыздар натюрмортта жарық оң жағымыздан жоғарыдан түсіп тұр, сондықтан түспе көлеңкелер біздің қолымыздың сол жағымызға бағытталады. Оны заттарда міндетті түрде эллипстің табандарынан көрсетеміз. Яғни әрбір заттың табанынан эллипстердің көлемін анықтап белгілейміз. Сонымен бірге өңі ашық матаны да жазықтықтан көрсетіп, қиылысқан сызықтарды белгілеп алуымызға болады. Сызықты құрастырмалы бейнеден кейін келесі кезек натюрморттың оңдық белгілері. Натюрмортқа зер салып қарай отырып, біздерге жарықтың әсерінің тәуелділігін бақылауымыз керек. Дәл қазіргі уақытта бізге табиғи жарық түсіп тұр натюрморттың оң жағынан. Бақылай отырып, заттардың ең қанық ашық өңдерін анықтауымыз керек. Бұл ретте құмыра ең қанық өңге ие, шынаяқ жарық ақ өңге ие, пияз орташа өңді ала отырады. Сонымен қатар маталарда орташа өңді аламыз. Әрі қарай заттардың өңдерін белгілеуге бастаймыз. Бұл құмыраның негізгі көлеңкесі және түспе көлеңкесі ең қанық өңдерге сәйкес келеді. Өңдерді анықтап болғаннан кейін заттарды көмкеріп штрихтауды бастауымызға болады. Штрихтар әрбір заттың пішініне, дененің сәйкестігіне қарай беріледі. Көлденең, көлбеу, тік, доғал, дөңес штрихтарды қолдануға болады. Біздер түспе көлеңкенің негізгі табандарынан бастауымызға болады. Салыстырмалы түрде және ең қара өң бұл құмыраның меншікті көлеңкесін белгілейміз. Меншікті көлеңкесін құмыраның жандарынан бастай отырып, доғал пішінді штрихтармен көрсетеміз. Яғни айналмалы дененің сәйкестігіне. Дәл солай цилиндр тәрізді ыдыстың да шынаяқтың көлденең, доғал пішінді көлденең денесіне сәйкес штрихтар көрсетуге болады. Әлбетте кейде сызықты құрастырмалы бейнеден қалған артық сызықтарды өлшеп түсіруге болады.
Көріп отқанымыздай натюрморт заттарының өңдерін анықтадық. Бұл жазықтықтардың қиылысқан жерлері алдыңғы жоспарды штрихтап қойдық, және ең ақтса бұл шынаяқтың негізгі өңдерін әлде де бәсең штрихтармен көрсетіп жібереміз, және заттарды салыстыра отырып натюрморттың жоба суретті форескеде біздер тұжырымдаймыз. Келесі кезеңде сіздерге түпнұсқада жұмысты бастауды көрсететін боламын. Сау саламатта болыңыздар.